Питахая го? Питахая здесь. Мыналардын тарыхын окуп алам. Директерди курсун не жеңип атканыбызды билип алайык. Жүрек булшыгын нығайтуға көмектескен. Мангоды алкоголь менен колдонбаган дұрыс дейт Кудай сактасын. Жүктүү элдерге манго жемеген жөн жеткиликтүү күчтүү аллерген болуп. Аллерген Манго жемистерин таңдауда критерий кабыктын түсүп пискендиктен белгиленген сорттор кара, жасыл жемис толугу пискен болушу мүмкүн. Жок баскасы. Тасташ, курсун жей берейикши. Нан аты калай нанын? Окуш. Студияга кош келдиңиздер. Давай. 1, 2, 3. Салам достор. Бүгүн Күлүнүш бизде конакта. Biz Асмыр видео түсіреміз. Мен ауылға базарлық алатын кезде не алсам екен деп көп ойландым. Сосын аралда жоқ, біз дәмін татып көрмеген жемістерді алайын деп шештім. Және оны қазір бірінші рет, алғашқы рет дегустация жасаймыз. Асмыр. Кеттік. Біз қандай жемістер алдық бірге көрейік. Питая, манго, нектарин, печенье және нәтиженің курабе печеньелері. Бірінші питаяны дәмін көреміз. Біздің бірінші жемісіміз питая. Оның қандай пайдасы бар екенін, жалпы қандай жеміс қай жерде өсетінін Google'дан оқып алдым. бірінші жеміс. Мындай жеміс. Қасық жоқ қой. Киви сияқты. Кеспейміз бе? Дәмі қызық. Бұл питая жемісі 300 жылға дейін өмір сүре алады екен. Және айдаһар жемісі деп аталады екен. Өзі қарасаңыздар бір. Айдаһарға ұқсайды шынымен. Бұрын соңды жеп көргендерден сұрағам мен қандай жеміс деп. Кивиге ұқсайды дәмі дейді. Жеп көрейік. Өмір бір-ақ рет беріледі ғой. Қазір бәрінің дәмін бірінші кесіп алайық, сосын дәмін көреміз, е. Одан кейін нектарин өзі дайын. Манго. Мен көсіп көрейік. Жоқ. Ой, бұл бүйтіп кесу керек қой. Сек жоқ екен. Сек жоқ екен. Енді жай сөйлейік Асмыр. Нәтиженің курабе печеньелерін бәрі мақтайды. Бұл нәтиженің өнімдерінің бәрі Қарағандыда ғана. Сосын МДБ значок. Ой, сүкішті. Есу жоқы бар ба? Мен шығарайын, сұртып ашады. Оғанда епшілейді? Қаттыны. Açıda sararını bir çıksa yaşıdı görmeyse mineceğim. Ulanmasa mineceğim. Mahşet. Қайсы масқайын? Бана питахаядан басқа. Питаядан. Мен соғырынан ма? Жоқ, өзі. Бисмилля. Прикольно. Қорқатын. Жаңа Google'дан бір мәлімет оқығанбыздан қорқып қалдық. Ичте тосын. Ұнады ма? Қандай? Далада арам шөптен. Енді манго.
Манконы біз ана Хюсти, Максичай солардан білеміз ғой. Күшті. Как қалың. Қалың сияқты. Жаңағы кейбір әңгелектер сияқты. Манgoда А және Б сосын С витаминдері бар. Сыртының сарылығынан С витамин екені көрініп тұр, иә. Мынау енді күшті сияқты, бұны мен жеп көргем. Давай көрші. Ой, Надо ма? это снимай. Шөл деп отыр едім, күшті кетті. Жаңа Гуглдан да оқыған кезде нектарин шөлді басады деген. Күшті екен. Күшті, иә? Мен басында жеп көргем. Курабе печенье. Маған мангоның дәмі ұнады. Қалай? Құм сияқты песочный. Печенье болмаған бересің. Жоқ. Обычный. Питая прикольно. Манго надо было? Короче, Шынайы видео бізде. мангоға 10-10, мынаған 10-9, питахаяға анау Гуглдағы информациясында 10-1, дамығаны нормально. На печенье 10-7. Неге үшеуі немене? Жоқ, білмеймін, мынау нормально енді, сол 10-7-ге Аха. тұрарлықтай. Мынау күшті 10-9. Не қалды? Менің бағам мангоға 10-10. Питая, дәмін түсінбедім, прикольно. Жеуге де қорқып отыр. Гуглдағы мәліметтен кейін жеуге қорқып қалдық. Сосын мен бұрын соң жеп көргем, оның дәмін білем. Шөлімді басып отыр осы. Нектарин. Сосын курабе печеньелері бұрын. Вообще көптен бері алғым келіп жүрген, сосын тауып алдым. Анда жеп көрейік. Давай, жеп көр. Мен бәрін білемін, қамын бөліп. Дәрі түсенің. Гуглдағы мәлімет өтірік шығар. Дәмі жоқ па? Күшті бірақ мынау. Өз осындай болған екен. Кім питая жеп көрді, комментке жазып кетіңдер. Осымен достар, біздің видеомыз аяқталды. Ұнаса лайк басыңдар, кім осы жемістерді жеп көрді, комментарийге жазып кетіңіздер. Бәрін оқитын боламыз. Гүлнішпен видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліңіздер. Келесі кездескенше.